Болашақта жаңа заң пайда болды. Егер сіз ақшаны алғанға дейін джекпот жеңімпазын өлтірсеңіз, сіз ұтыстың заңды иесі боласыз. Бір ғана ереже, ешқандай оқсыз. Лос-Анджелес, 2030 жыл. Ұтыс билетінің бақытты иесі Шон ессіз тобырдан жасырынуға тырысады. Ол тұрақ арқылы келесі көшеге секіреді, бірақ олар оны сол жақта да күтіп тұрды. Тек жауынгерлік дағдылар оған аман қалуға және жасырынуға көмектеседі. Шон басқа біреудің үйіне кіреді, бірақ оның жолы болмады. Әйел оның кім екенін білді, сондықтан ол оны өлтіріп, барлық ұтыстарды алады. Біраз уақыттан кейін Джонни бастаған теледидар тобы келіп, көптен күткен купонды береді. Келесі ұтыс ойынына 18 сағат қалды. Кетти автобуста келе жатып, өмір қауіпсіздігіне кепілдік беретін қорғаныс агенттігінің жарнамасын көреді. Кетти елге жақында ғана келді және лотерея күні туралы ештеңе білмейді. Сондықтан көшедегі адамдардың неге соншалықты оғаш әрекет ететінін түсінбейді. Бұл уақытта